Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жаз айында таптырмайтын сусын, шөлдегенде шөліңізді басатын осындай салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға 2 ас қасық тұз саламыз. Тұзды өз қалауыңызша салсаңыздар болады. Одан кейін жақсылап жуылған арпа бидайын саламыз. Арпа бидайы болмаса, қалауыңызша күріш те салсаңыз болады. Қайнап тұрған суымызға арпа бидайымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, баяу отта шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Міне біздің бидайымыз толықтай пісті. Көжеге қалауыңызша құрт қоссаңыздар болады. Мен осындай 4-5 құртты көженің ыстық суына құйып, жақсылап езіп алып, осы көжемізге қостым. Одан кейін осы көжеге мен тан қостым. Бұл міндетті емес, сіз оның орнына айран қоссаңыздар болады, немесе сүт қоссаңыздар болады. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып, көжемізді толықтай суытамыз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамамен 4-5 сағаттан кейін ұсынсаңыздар болады. Жаз айында таптырмас сусын міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер және арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.